Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Сандуғаш Әбдіқұлқызы. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк, коммент қалдырып, қазақша контенттің дамуына үлес қосыңыздар. Бүгін мен творожный чизкейктің рецептісімен миксерсізде дайындауға болатын жолымен бөлісетін боламын. Қонақ келгенде немесе балаларыңызға ұсынатын өте дәмді, жылдам жасалынатын десерттердің бірі. Қажетті тізімді осы видеоның астына описание бөліміне қалдырамын. Бізге қажетті заттар: ұн, сары май, қант, бір жұмыртқа және разрыхитель қажет болады. Бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майымызға қантымызды және жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сары майдың 72%-тен жоғары түрін пайдаланған дұрыс. Сол кезде тестамыз жұмсақ, песочный болып шығады. Ұнымызға разрыхительді салып, жақсылап қолымызбен қамыр илейміз. Осылай қолымыздың көмегімен жылдам қамырымызды дайындап аламыз. Міне осылай жұмсақ, сондай әдемі қамыр шығады. Енді арнайы қалыпқа салып жайып алатын боламыз. Мен осындай кальцоны пайдаланамын. Сіздер де өздеріңізге қажетті, өздеріңізде бар қалыптарды пайдалануға болады. Ең бастысы размерін 22-24 диаметрге келтіріп алсаңыз болғаны. Міне осылай 24 диаметрге келтіріп алдым. Енді қамырымызды қолымызбен жайып алатын боламыз. Ешқандай оқтаудың көмегінсіз қолымызбен жайып аламыз. Сондай жұмсақ қамыр. Міне осылай жылдам жайып аламыз. Шетіне бортиктерін шығара отырып жайып аламыз. Бортиктердің барлығын шеттерін бір келпе етіп жайып шығамыз. Осылай дайын болды. Енді ішіне салмасын дайындайтын боламыз. Творогымызға қаймақты, жұмыртқаны және қантымызды салып, қолымызбен жақсылап езіп алатын боламыз. Менің творогым тым сондай жұмсақ творог. Егер творогтарыңыз қатты болатын болса, тордан, ситодан жақсылап өткізіп, жұмсартып алуға болады. Вилканың, лопатканың көмегімен осылай жақсылап езіп алатын боламыз. Міне салмасы сондай әдемі қоймалжың болып шығады. Дайын болған салмамызды қамырымызға салып құйып алатын боламыз. Алдын ала қызып тұрған пешімізге 180 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Міне осындай дайын болды.
осылай салып пісіріп алуға да болады. Дайын болды осылай. Мен осындай мұздатылған жидектермен бетін әрлеп аламын. Жидектеріңіз болмаса, осылай дайын күйінде де пісіріп алуға болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен Сандуғаш Әбдіқұлқызы. Ас болсын, жасап көріңіздер.